Әр істің шешімі дұға. Пәкістандық дәрігер Ишан Хусейн медицина саласында жасаған ерен еңбегі үшін марапат алуға халықаралық бір конференцияға бара жатқан еді. Ол мінген ұшақты діттеген жеріне жете алмайды. Себебі ауа райы күрт өзгеріп, найзағай ойнағандықтан ұшақ ең жердегі әуежайға қонуға мәжбүр болады. Бұдан кейінгі ұшақ 16 сағаттан соң ұшатын еді. Ол конференцияға міндетті түрде үлгеруім керек, 16 сағат бойы күте алмаймын дейді дәрігер. Әуежай қызметкерлері оның баратын қарсы 6 сағаттық жер екенін, қаласа машина жалдап бара алатынын айтты. Асхан Хусейн таксилетіп жолға шығады. Бірақ қатты жаңбыр жолды көрсетпей, ақыр соңында селдің салдарынан жеңіл көлік жолдан мүлде жүре алмайтын жағдайға жетті. Дәрігер өздері тоқтаған елді мекеннің шетіндегі ескі бір үйдің есігін қағып рұқсат сұрап ішке кірді. Үйде қарт бір әйел отыр еді. Дәрігер асығыс түрде оған: "Телефоныңызды бере тұрыңызшы, қоңырау шалуым керек еді." Оған әйел: "Балам-ау, көрмей тұрсың. Бұл жерде телефон түгілі электр қуаты да жоқ. Келе ғой, біраз демал, тамақ іш, шай іш. Содан кейін ақ жұмыстарыңды ретіне қарай көре жатарсың" дейді. Бірақ шарасыз күйде қарт кісінің айтқандарына келісіп, біраз жалынып тамақтанып болып, шай ішіп отырған уақытта әйел кісі намаз оқып, ұзақ дұға етіп, Аллаға жалбаранды. Хусейн назар салып қарап, әйелдің бір бесікті тербетіп жатқанын және бесікте қимылсыз кішкене нәрестенің жатқанын көрді. Мұншалық жылап дұға қылардай не жағдай болды екен? "Мына кімнің баласы, апатай?" деп сұрайды. Қырт әйел: "Бала анасынан да әкесінен де жетім қалған немерем. Ауыр дерті бар. Жақын маңайдағы ешбір дәрігер емін таба алмады. Ишан Хусейн деген дәрігер бар екен. Емін тек сол біледі" дейді. Бірақ ол өте алыста, оған жету үшін бірнеше күн жол жүру керек. Шарасыздан Алла бұл сәбидің дертін жеңілдетіп, шипасын берсін деп Аллаға дұға қылудамын. Мұны естіген дәрігер Хусейн көз жасына ерік берген еді. Екі бетін жас жуған күйі: "Тұр, апатайым, Алла сенің дұғаңды қабыл қылды. Сенің дұғаң көктен найзағай ойнатып, ұшақты жерге қондырды. Аспаннан жаңбыр жауғызып, жер жүзін селге айналдырып, мені сізге алып келді" деген екен. Алла құлдарына қалағанын осылайша береді. Бүкіл жолдар жабылып қалған болса да, көктерді жаратқан Аллаға ғана сен. Әр істің шешімі дұға.